Assalamu alaikum. Gazel biznes полный panelini шашып тастадық. Мына жерде ортада корпусын алдық. Кырышта деген провод. Машалла. Бұның моторшық, пеш моторшық ауыстыру үшін корпусын шашады екенсің, полный. Мына ішінде мына 2114-тің моторшы сияқты. Екіге бөлініп шашылып полный шығады екен. Полный екіге бөлініп шашылады. Мына жерде полный панель шешіледі. Панеліміз арт жақта жатыр. Печкасы кетіп қалатын болса, мотор жігі. Сырттан екі болт шешіледі. Мына жерде майда шүйде болттар көп, айта берсең. Мына жерден біз оңай бүйтіп шыға салмайды екен болшы. Полный руль жатқызасын, проводкаларын бәрін орын-орынмен жатыр мені. Бәрін ажыратасың. Мына жерде майда шүйде болттар көп. Соның бәрін ажыратып, мына корпусты аласың. Одан кейін моторшық ауысады екен қош. ютубтан қарасаң, мына жерде кесіп ала саласың деген сияқты нәрсе айтады. Ол әшейін далбаса нәрсе. Өйтіп аламайды екенсің ғой. Төбесін шешкеннің өзінде мына жерде корпуста клипсилер тұрады, мына жерінде болттар тұрады, полный шашылады, мына бәрі ше. Содан кейін ішінен мынандай корпуспен шығады. Одан кейін бар. Оу! Болды. Жалпы сол газель бизнес. Пеш моторшы кетіп қалса, полный панель көтеріледі. Оңай жол жоқ, шыға салатын. Полный панель көтеріледі, трубкаларды ажыратылады, корпус шешіледі. Одан кейін корпусымыз шашылады, міне шашылып жатыр корпус. Корпус где-то осылай тұрады ғой, екіге бөлінеді. Мында майда шүйде клипсилер көп болушым. Жалпы сол, Аллах істеріңізге береке берсін, пайдалы етсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.